порядке бойынша 1, 2, 3, 4 осылай жұптаса салыңыз. Сіздерге қазір парақтар атылады. Әр жұпқа бір парақтан. Берген таратылған параққа байланысты 10 сұрақты дайындасаңыздар. 10 сұрақ. Маркерлерді пайдаланып қолдансаңыздар. Енді топтың ішінде топтың жұмыс емес. Жұптық жұмыс. 5-ақ минут уақыт береді. Кез келген сұрақ. Өзіңіз білесіз. Өзіңіздің жұбыңызбен ғана жұмыс жасаймыз. Жұптық жұмыс, е? 10 сұрақ дайындаймыз. 10 сұрақ. Балаңызға қойғыңыз келе ма? Оқушыңызға қойғыңыз келе ма? Мүмкін директорыңызға қойғыңыз келе ма? Сұрақ барша оқушы айтып аласыз. Келер оқушыда былай болса екен деген. Жолдасыңызға баршыға сұрақ қояды. Маған қояды сұрағыңыз болуы мүмкін. Ақылдаспаймыз тек жұпта. Әркім өз жұбында 10 сұрақ дайындаса. 5 минут уақыт беремін. Уақыт кетті. 5 минут уақыт беріледі сіздерге. Назар аударайық. Қалай ойлайсыздар? Осы көрсетілімнен, суреттерден сіздер нені байқадыңыздар? Суретке ғана мән берсек, мен әзірге нақты айтылған сөзге, сөйлемге деп тұрған жоқпын. Көп жағдайда бізде артық нәрсе жасап кететін жағдайларымыз болады. Сұрақ қалай қойылып тұр, соған назар аудара білуіміз керек. Сонымен. Жарайды, жақсы. Қандай ойға кетіңіздер? 3 сурет сіздерге көрсетілді. Сонымен нені тамашаладыңыздар? Болады, айта берді. Енді адам өзі діттеген мақсатына жету үшін, мысалға ол кісі балық аулауға барып тұр, сондықтан қармақпен барып тұр. Және де ол алдына мақсат қойып тұр, что мен балық аламын деп. Егер де қармақтың басында не дана? Червяк. Сол болса, ол әдіс тәсілі. Яғни, сол әдіс арқылы ол балық аулағысы келіп тұр. Яғни, балық аулауға қатысты. Және де аулады деп ойлаймын, қолында балық тұр ғой, екінші суретте. Жақсы. Рахмет, керемет нәрсе тамаша. Суретте балықшыларға қатысты болып тұр, балық аулауға барды. Жаңа жақсы айтып жатсыздар. Енді балық аулауға бару үшін біз қандай құралмен баруымыз қажет? Қармақпен. Олай болса, қармақ жалпы неге ұқсайды? Жалпы қармақтың өзін жаңа көрдіңізде, қармақтың жалпы неге ұқсайды? Ендеше жаңа жақсы айттыңыздар, сол қармаққа салған байланысты оның несі де көбірек болып тұр. Енді соңғы суретте жаңа айттыңыздар, сіздер салыстыра ойлауды үйрендік. Олай болса, 3-ші суретке оралыңыздар, естеріңізге түсіріңіздер. Кішкентай балық пен үлкен балық тұр. Дұрыс айтасыз. Сол жерде екі бірдей сурет тұрды, соның ішіндегі әйел кісіні аулаған балығы өте кішкентай болды, ер азаматтың тұрған үлкен болды. Енді осы жерде қайтып айналып келгіміз келіп тұр, жаңа жақсы ой қозғады. Сол жердегі қармаққа салынған байланысты аулайтын оның соңындағы балыға көлемде сонымен табылған сияқты. Олай болса, сіз сабақта сұрақты қаншалықты оқушыға қатысты етіп қоя білсеңіз, сіз соншалықты ақпаратты ала аласыз.